Қазіргі таңда бұл өте өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Жұмаға қатысу керек пе, немесе мектепке бару керек пе деген секілді. Енді жалпы біз мұсылман халықпыз, енді жалпы ақиретке иман келтіреміз, ертең ақиретте Алланың алдында жауап беретіндігімізді білеміз. Енді бұл мәселеде намаз оқитыны болсын, оқымайтыны болсын, әлбетте енді жалпы мұсылман халықпыз ғой. Сол үшін енді бір адам мысалы өзі намаз оқымаса да, сол намаз оқитын адамға жағдай жасап беретін болса, енді бұл да бір өз алдына жақсылық болар еді. Ғұламаларымыздан келетін сөз бар ғой, мысалы күн алиман, әу мутааллиман, әу мухиббан. Сен білім үйренуші адам бол, білім үйретуші адам бол, немесе оны үйренуші бол, немесе соларды жақсы көріп, соларға жағдай жасаушы адам бол, төртіншісі болма дейді. Яғни адам өзі намаз оқиды, немесе өзі намаз оқымай жүрген болса, нәпсісіне еріп, иншалла оқимын ғой деп жүрген болса, ең болмағанда сол намаз оқитын адамға бір жақсылық жасаса, ертең соның бір шарапат тиер, соның иншалла бір шапағат тиер. Сол үшін де яғни бұл бір жағынан өтінішіміз, жалпы біздің мысалы мектептегі, қызметтегі адамдар да өзінің мұсылман екендігін есінен шығармаса, сол үшін де бұл жалпы намаз, соның ішінде жұма намазы, бұл шариғатта парыз екендігін әрдайым есінде ұстаса дейміз. Енді оқушы әлбетте оқу орнынан сұрануы қажет. Егер жіберіп жатса, иншалла баруы міндетті. Ал егер жібермей жатса, онда ертең Алланың алдына барғанда рұқсат бермеген адам жауабын береді. Бұл қолынан келген нәрсені істеген болып табылады.